Армысыздар. Әдетте біз журналистер қауымы әншілерді сұхбатқа шақырушы едік. Бұл жолы сәл өзгеше. Нұрболат Абдуллин өзінің YouTube арнасындағы тікелей сұхбат алаңына шақырып отыр. Сәлем Нұрболат. Көңіл күйің қалай? Қош келдің. Рахмет, қош көрдік. Өзімнің каналымда болғасын жақсы ғой. 2 жыл бұрын сұхбаттастық кадр барысында. Содан бері біраз уақыт өзгерді. Тың дүниелер біз өзі куәміз жақсы жұмыстарыңа. Енді ертеректе жарғамыстан арман қуып келген жалғыз жігіт еді, бүгінде елдің ұлына айналды. Туған жер үлкен өнер ордасына өзінің тұлпарын қосты. Ал тұлпары туған жері дегенде бір жүрек тебірентер, көңіл сыздатар қандай тұс бар көңілде? Жақында турне болады, туған жерге барасың. Иә, біз енді жалпы біз дегеніміз енді бұл менің командам, Нұрбуллиннің командасы, продакшн. Біз енді ең басты ән сапарымызда жалпы өзім әптегеннен Батыс Қазақстан облысынан бастаймын. Жалпы батыстағы 4 қала, оның облыстары. Енді уақыттың жеткеніне қарай аудандарға барамыз, ауылдарға барамыз. Сосын бері қарай жаңағы жылы жақ қарай өтеміз, оңтүстікке қарай, Құдай қаласа. Енді бұйырса менің өзімнің нақты туған жеріме кеш бермегелі, концерт бермегелі негізі біраз уақыт болыпты. Сол көптен көріспей кеткен ауылдастарыма, құрдастарға, ауылдағы ата-әжелерімізге сәлем беріп, тағы да батасын алып, үлкен ас беріп деген сияқты. Керемет. Бұйырса сол жақта бір туған жерге түгілі той жасап, концерт бергелі отырмын. Ол менің жоспарымда, Құдай қаласа. Ең басты енді қазақ айтады ғой, бастың амандығын берсін, менің саулығын берсін дейді. Осы екі нәрсеміз түгел болса, Құдай қаласа, барамыз саулыға. Мүмкін сұрағымды сәл өзгертейін. Мен осыдан 1 жыл бұрын Ақтөбенің өңірлерінің үстімен елордамызға Ақтаудан жол тарттым. Сол кезде жолды мені қынжылтты. Нұрболаттың туған ауылы ғой мен деп соны жанынан қалай өткен. бастарымды қалай бассам екен деп отыр едім. Енді жалпы басқа Ақтөбе облысында енді қаншама жерлер бар, қалалар бар. Оларға бірден барлығын бір атын атап түсін түстеп кетпей қой, бір өзімнің ауылымнан ақ бастай қойын. Мен сол Жарқамыс деген ауылға қолдан келсе бір қалаға ең құрығанда ауданға жететін кәдімгі заманауи тас жол салғым келеді, бірақ енді жаңағы ешкім жетісіп жүрген жоқ деген сияқты. Бір осы бір сөзімді естейтін мүмкін ақтөбелік ағалар болмаса, сол Ақтөбе өңірінен шыққан, осы Қазақстанда жүрген, бұл Қазақстаннан сырт елде жүрген үлкен бизнесмен ағаларымыз естіп жатса, әрине құба қып. Бір ауданға жетіспейтін сол бір 100 шақырымнан аса ғана қашықтық, шақырым ғана. Сол жерге бір әдемі жол салса, себебі мен сол бала кезімнен бастап ауданға, Ақтөбеге қатынап өстік. Енді 15 жылдан асып кетті ғой, 20 шақты жыл болған шығар. Сол ауылымызға жол түспей жатқаны. Сол бір кішкентай бала арманнан қалған, көңілде қалған, көкейде қалған сұрақтар әлі сол ішкі ақты мазалауда. Сондықтан енді жалғыз менің талпынғаным, жалғыз менің жүгіргенім жетпейді бұған. Әрине. Сондықтан бір жұмыла көтеретін бір ағаларымыз болса, қатарластар болса, замандастар болса деген ниет, жерлестер болса, осы бір ауылға, өзімнің ауылыма жарқырап жол түскенін қалаймын негізінде. Ол жақта тек менің біреу ойлауы мүмкін, ата-анасы сол жақта тұрғаннан кейін, қазіргі таңда
сол ата-анасының ғана қамын ойлап жатқан шығар деп. Мүмкін олай емес. Мен ауылда қаншама қарт қариялар бар. Әрине. Иә. Бір ауылдың жағдайын бір жігіт ойлап отырса, ол жаман болмайды шығар деп ойлаймын. Әрине. Ол бір ауылын ойлаған бала, мен ойлаймын, ауданды да, қаланы да, Қазақстанда, қазақ елінде ойлай алады деп. Мал мүлік кейде сараңдардың қолына бітеді, қылыш қорқақтардың қолына бітеді, қалам кейде ақылсыздардың қолына бітеді деп жатады. Ол енді көне көз қариялардың айтып кеткен даналық сөздер ғой. Дегенмен бүгінгі күнге ұқсап тұрған тұстары бар. Кешегі шу шыққан ауыл болсын. Ең басты Алланың тыныштығын тілеймін елімізге. Біз жаңағы қойдан жуас болып көрінгенімізбен қасқыр мінезді, жылқы текті шыны керек халықпыз. Мен бір ауыз сөз айтқым келеді. Біз жалпы қонақжай халықпыз. Сыйлаймыз, құрметтейміз. Олар да жалпы өзге ұлт өкілдері де бізді құрметтеу керек, сыйлау керек деп ойлаймын. Біздің қазақта әдемі сөз бар. Су ішкен құдығыңа түкірме дейді. Сол жердің суын ішіп, нанын жеп отқаннан кейін құрметтеу керек. Әрине, сыйластықта. Сыйластықта болу керек деп ойлаймын. Сондықтан енді ары қарай енді кімнің дұрыс, кімнің бұрыс ақ-қарасын енді жоғарыда отырған биліктегі аға әпкелеріміз өзі, президентіміз өзі шешеді деп ойлаймын. Тамаша. Енді біз өзіміздің тақырыбымызға ойыссақ, 3 сәуір Алматының төрінде Нұрболат Абдуллиннің туған күнінде халқымен жүздесу болады. Елеулі датада ел алдында есеп беруге бекінген екенсің, дайындық қалай болып жатыр? Байқағанымыз концерттің аты жоқ, қатысатын қонақтардың есімі жоқ. Афишада жалғыз Нұрболат және жанды дауыс деген сөз көзге оттай басылып тұр. Енді жалпы ел алдына қайта-қайта шығып концерт беру, тұшымды сөз сөйлеу, өзіңді бір бағытта қалыптастыру, ол менің сонау бала кезгі арманым болатын. Енді өзің білесің. Есімде бірінші концертте үй алайында отырған қаражаттың барлығын концертке салдың, үй алайында жатқанымызды сол концертке салдық. Енді бұлда да сол Алматының бір орталық жағынан әдемі 2 бөлмелі пәтердің қаражатын салып жатқан жағдайымыз бар. Енді бұл олай қылмасаң шынайы өнерді әдемі қылып, айтып жатқан әніңді сәнді қылып, мәнді қылып, техникалық аппараттардың әдемі көмегімен, жақсы түсірілімдермен, әдемі костюмдеріңмен көрсете алмайсың. Әрине. Арзан нәрсенің өзі қаймағы ірітпек болады. Сондықтан қолдан келгенше халыққа демалатындай бір қымбат көңілдерін бір көтеріп жіберетін, кейде бір мұңайып қалатын, сол бір әнде сәтте бір ойланып қалатын, сондай бір концерт ұйымдастырып жатырмыз. Енді бұл мен жалпы бір ойымдағы осындай бір концерт берсем екен деген жаңағы арманның бір пайызы ғана. Соны бір Құдай қаласа Алланың қалауымен бір қойғалы тұрмыз. Ол менің өмірімдегі атаулы күн бұйырса, оны халықпен бөлісеміз. Біраз жазып жатыр, концерт неге атауы жоқ деп. Мен айтамын, менің өзім бір тақырып емеспін бе? Сондықтан маған жалпы тақырып қою ол жерде аса қатты маңызды болған жоқ деп ойлаймын. Себебі жұрт мені сүйіп тыңдайтын тыңдарман, көрермен менің концертіме билет алып жатқан, келе жатқанын біледі ғой. Сондықтан да бұл жерге тек қана жанды дауыстағы концерт деп ғана қойдық. Сол атмосфераны бірге сезінейік. Құдай қаласа. Жанды дауыс дейміз, сосын біздің жалпақ жұрт фонограмма деген ұғымды қате қабылдап жатады.
фонограмма дегенде өзге біреудің даусымен сахнада өнер көрсетіп тұрғандағыдай қабылдайтындар бар. Табиғи дауысты оркестрмен үндестіріп көрерменге нанға қаймақ жаққандай қылып жеткізудің құпиясымен бөлісіп, әр анықтама бере кетсе өз көзқарасымен. Енді кез келген жаңағы мамандықтың өзінің құпиясы болады, сыры болады. Оның барлығын бірі білсе, бірі білмей жатады. Фонограмма деген бұл халық үшін тыңдауға арналған, сондай форматта жасалған дүние ғой. Мен мысалы жалпы ән кештерге шыққан кезде, жалпы гастрольге шыққан кезде жанды дауыста концерт беремін. Ал мына техникалық ақаулардың техникалық аппараттарға, жағдайларға байланысты телевизиялық тұрғыда түсірілетін, мысалы, бір бағдарламалар болуы мүмкін. Ол арнайы бір жобаларда, ол жерде шыны керек әншіден, мысалы, бізден жаңағы осындай фонограммамен айтылуды талап етеді. Сұрайды. Бізде осындай болса, себебі ол жердегі аппараттың ауқымы басқаша болады. Пікір жазып жатады, тек қана аузын жыбырлатып тұрады, ұялмай ма деген сияқты. Сөзін жаттамаған ба деген сияқты. Ондай шыны керек бізде ондай болмаған. Мен өз басымда ондай болмаған, бірақ десе де мен өзімнің даусымды соны қайталап айтуға неге ұялам, мысалы. Себебі ол мен өзімнің даусым, басқа біреудің дауысын айтып жатқан жоқ. Соны солай тұрғыда түсіну керек. Болмаса, өзің әніңді, өзің жанды дауыс айта алмайтын болсаң, онда сахнада не қылып жүрмін дейсіз? Сахнада жүрген ұят қой. 3 сәуір күні барлықтарыңызды 100% ансамбльдің сүйемелдеуімен классика эстрадалық бағыттағы менің ән кешіме шақырамын. Ән кешіне шақырып жатырған бауырларыңды желіден байқап қалып жатырмыз. Осындай кезде бір салыстырмалы түрде бір сұрақ туындайды. Егер бауырларыңның, достарыңның әулеттерінде жақсы бір той-думан, мерекелік кештер болып жатса, Нұрболат тілекшілердің қатарында болып, гонорарсыз ән салып жүреді, жасырын емес. Ал осындай кезде олар қандай да бір қарымтасын қайтарып жатыр ма? Достыққа достық, қарыз істейді. Бауырым, саған менің тарапынан қандай көмек деген сияқты бір хабарласқан жандар болды ма? Әлде барлығы шақырту билеттерін күтіп отыр ма? Сұрақтың негізі төресі болды десең бе? Бұл енді негізі көп әріптестердің өзінің көкейінде сұрақ шығыр деп ойлаймын негізінде. Кейде қысылғаннан, кейде ұялғаннан беріп жатады, бірақ оның барлық ауыртпашылығы сол әншінің өзіне түседі, болмаса командасына түседі деген сияқты. Енді мен бір жақында шет жақтан келген бір әншінің кешіне бардым. Сол кезде енді оларға әрине ол ешкім шақырту бермейді. Ешкім билет алып бермейді. Өздерінің қалтасынан алып келгені бар тұғын. Енді ана жерде көрген кезде енді біздің өнер адамдарынан бөлек деп айтайық енді. 80% қазақ жүр. Біреудің концертіне біреуден қызғанбайсың. Бірақ біз неге осы өзімізді ұлықтауға келгенде, көтермелеуге келген кезде неге біз тосылып қаламыз? Неге ойланып қаламыз? Сол жақтан сол концерт беретін болмаса бір нәрсе жасайтын жақтан тараптан бір нәрсе күтіп тұрамыз. Ол не дейді екен, біз не істейді екенбіз? Өкпелеуге болмаса ренжуге дайын тұрамыз. Сондықтан мен сол кезде ойландым. Тек қана менің емес, жалпы қазақ әншілерінің тек қана сол Қазақстанда ғана туылғандығы ма деген сияқты кінәміз. Әлде Қазақстанда туылып шетелге кетіп қалу керек пе деген сияқты. Қадірлі болу үшін. Қадірлі болу үшін. Сондықтан енді мен ойлаймын, ауылдастың тай үстінде кім бар.
біреуді кім екенін, оның қандай адам екенін білген кезде жанындағы достарымен сына, қара деп айтады ғой. Сондықтан да мені біреу сынағысы келсе, мен ең бірінші қалың ормандай достарымды, жолдас жігіттерімді көрсетер едім. Сондықтан да осы бір бауырларға рахмет. Концертім жоспарлап жатырмын деп бәріне бір ауыз айтқан кезде ешқайсысы жаңағы тосылып қалмай, не істеу керек, не қылу керек деп. Мен де олармен ашық әңгіме айта беремін. Осылай істеу керек, осылай болу керек. Сендерге мен сенем. Ертең әне келем, міне келем деп жүріп. 3 сәуір күні келіп тұрмаңдар, сағат 7-де деп. 3 сәуір күні келіп қалып жүрмеңдер, жаңағы билет ұтып қалған кезде деп. Сондықтан қазір осы бастан билет алып алыңдар, шаруаларың болып жатса, оны айтып қойыңдар. Ал енді жаңа өзің айтып кеткендей, алдыңғы буын ағаларымызға, көкелерімізге енді шақырту берілу керек деп ойлаймын. Біз сол кісілердің салған сара жолымен тәй-тәй баспай ақ басып келдік. Ол кісілерге менің құрметім өте жоғары. Сол кісілер кешіме келіп, қошеметтеп, риясыз әнімді тыңдап күліп отырса, мен үшін бір тағы бір белесті бір бағындырғаным шығар деп нәтиже шығарушы едім бұйырса. Сол күнге жетейік. Амин, бұйырсын. Билет алыңдар. Және бір осындайды ескерсек, танымал тұлғалардың өзара бір-біріне өкпе назы, болмаса сыни пікірлері бетпе-бет емес, немесе астарлы сынмен емес, жалпақ сөзбен, тіпті анайы тұрғыда желі арқылы сұхбаттасатын бір жобалар арқылы жетіп жатады. Мен туралы осындай пікірде екен ғой деген сияқты таңырқап жатқан алдыңғы буын бар бір-біріне. Жалпы осыған көзқарасың қандай? Өте нашар негізі. Адам өзіне байланысты. Оны жауап бермесе де болады, жауап берсе де болады, атын атап түсін айналып өтіп кетсе де болады. Әрине. Сондықтан мен ойлаймын, жалпы біз өнер жұлдыздары бір әріптестер кішкентай қана бір көп емес бізде ғой біз негізінде. Бірақ қарап отырсаңыз, 50-100 шақты болатын шығармыз. Әрі кетсе. Әрі кетсе 100 шақты болатын шығармыз. Бірақ енді сол бір-бірімізді кемсіткеннен, болмаса бір жұрт алдында соны мойындамайын, болмаса басқашалау дегеннен, мен ойлаймын, одан аса қатты пайда келмейтін шығар деп ойлаймын. Бұл жерде бір нәрсе айта кетейін, баяғыда бұл шығыс жазушыларының бір кітаптарында болу керек. Авторына аса қатты есіме түсіре алмай отырмын. Бір шаһарда билеуші болады. Сөйтіп, енді өте бай қуатты, барлық жағдай орнықты елінің. Сөйтіп жаңағы билеуші хан өзінің сарайынан шығып, жәмейін киін, жұпыны киімін киіп, халықтың бірдей. Сөйтіп жаңағы, ол кезде енді Инстаграм жоқ, WhatsApp жоқ, ханның, билеушінің жаңағы түрін білмейді ғой ешкім. Мен солмын деген кезде ғана сеніп қалады, осы ма деген сияқты. Бәрімізді көріп жатырмыз ғой, жаңағы тарихи кинолардан, нелерден. Сол кезде жаңағы сауда орталығына барады ғой, ең бірінші. Осымен елімнің жағдайын бір көріп шығайыншы, өзім көзіме бақылап шығайыншы деп. Сөйтіп жаңағы бірінші сатушы ауырады маған бір қабын, бір қап шекер, сосын бір күріш бере қойыңыз деп. Сөйтіп тағы айтады ғой, жаңағы бір қап ұнды береді тағы. Келесі сатушы да қанты мен жаңағы күріші өте күшті, соныкін алыңызшы деп. Неге екен? Сөйтіп жаңағы жақсы деп ұнын алып екінші жағына өтеді.
сөйтіп ол жерден жаңағы күрішін салып береді дағы. Жаңағы кісіге мырзам, менің жанымдағы күрішіден барып алыңызшы. Сол кісінің қанты өте күшті еді, жаңағы шекері деп. Бірақ жаңағы патша өзі көріп тұр, бұның барлығы бірдей екен. Бірдей көріп тұрған, бәрі бір жерден екенін көріп тұр, бірақ соң көңілдеріне сұрағысы келмей, ары қарай өзі ойланып, жаңағы үш нәрсесін әрқайсысынан бөліп алып кетіп. Жолда келе жатып ойланады ғой, сонда менің ғана саудам емес, оның да саудасы өтсін деген. Шынымен тәңір-теңгілік сауда ғой. Тек қана бәрін мен ғана сатып жібермеймін. Ол да асырасын балаша. Ол да балашасын асырасын. Ол да түсініп қалып, ары қарай сілтеп, мысалы. Сол жақта патша өзінің сарайына келіп, Алладан шүкіршілік етіп сұраған екен. Осындай қанағатшыл елім бар. Саудагерлерімнің өзін осындай бір-біріне жанашырлық қылғаныңа, бірлестікте қылғаныңа шүкіршілік деп өзі кәдімгідей бір тәңірден тілегін тілеп, дұғасын тілеген екен. Сол нәрсе енді бұл жерде сол нәрсе ғой енді. Бір-біріміздің тілеуімізді тілеп жүрсек. Кез келген адамның елдің алдында еңсесін көтеріп жасап жүрген өзінің қызметі бар, жұмысы бар. Кезінде хит болды екен, болмаса кезінде жасап кетті екен, қазір ештеңесі жоқ деп ысырып тастауға болмайды. Себебі ол сол кезде қаншама тыңдарман, көрермен көрді, тыңдады. Оның артынан қаншама ұл-қыздар ерді, өзінің бойын түзеп кеткендер де бар. Сондықтан да кез келген мамандықтың өзінің арасында бір әдемі сыйластық болу керек шығар деп ойлаймын. Сондықтан құрметті сұрақ қоюшыларға да айтамын мен. Негізі олай жалпылама бір сұрақ қойсаң болады, бірақ түсін түстеп. Қазбалар, кіріз деген дұрыс. Ана әнші кім еді? Мына әншіні бірдеңе қыласың ба? Мына актер бірдеңе ма деген нәрсе, ол негізі менің ойымша ол дұрыс емес деп ойлаймын. Әлгі сұхбат берушілердің де өзі аннан жылтылдап, мыннан жылтылдап, желіде бір сәтін босатпай, жаңа кемпір қосақ ұзақ тұрса, адамдар қарауды қояды дейді, мүмкін өз қадірлерін кетіріп алған жоқ па? Ол да бар. Мен енді жалпы бұрын мысалы біз бір адаммен сұхбаттасарда сол кісіні зерттеп, осы сұрақ көңіліне тиіп қалмайды ау, осы сұрақпен ренжітіп алмасам екен деп абайлап келетінбіз. Қазір керісінше шоқпарланып, қаруланып келіп, жаралы тұсын қазбалауға дайындалып келетін сияқты, оған неге мүмкіндік беріп, жаңа жан сарайын бүйтіп ашып тастап отырады, мен соны түсінбеймін. Енді қазір былай болып кетті негізінде. Мен бір теңеу арқылы айтып кетейін, негізі бұл. Өнер адамнан келіп, сұхбат бір нәрсе сұрақ қою үшін көшеде такси тоқтатқандай, болмаса көшеде тұрып, су ішіп қойғандай, бір мороженое жегендей болып қалды да. Ала салайық? Бүйте салайық, сөйте салайық. Мен мысалы бір жылдан асып кеткені шығар. Міне осы бір отырып, сұхбат беріп отырғаным да өз үйіңе қонақ шақырған сияқты ғой бұл. Өзімнің каналыма. Шаңыраққа қарап қой десеші. Көкейінде сұрағы бар, дұрыс сұрағы бар. Жаңағы мен негізі сауатсыз сұрақ қоятын сұрақшыларға жауабым жоқ. Мен оларға жалпы уақытымды кетіре алмаймын. Мен енді Марал сені сауатты сұрақ қоюшылардың қатарында қоямын. Рахмет. Осы каналға есікті айқара ашып алып кел, сұрағыңды қой дегенімді сол. Рахмет. Жаңағыдай ғой енді. Концерттің ән айтып келіп, сахнадан шығып келе жатасың. Алдына микрофон ұстап алып шығып. Мен басқа немен келеттім, халықтың овациясымен. Халықтың жаңағы бір әдемі көңіл күй бергенімен, сондай бір сезіммен келетін алдынан келеді да жаңағы. Хронология сұрақтар қояды, қашан алып, басқа бір нәрсе сұрақтарды қойып қалады. Сондықтан бұл, мен ойлаймын, бұл жалпы тек қана әртіс әншіні емес, өнер адамын емес,
бұл жалпы қазақтың өнері мазақ ету. Иә. Шын мәнісінде әншінің творчествосына, шығармашылығына қатысы жоқ. Терминдарды әкеліп сұрақ қылып қою деген ол керек емес дүние. Әрине. Біз бір қазақ болғаннан кейін, оның ішінде бір өнерде жүргеннен кейін спорты бар, актері бар, әншісі бар, журналистикасы бар, басқасы бар, бишісі бар, күйшісі бар. Бір жерде жүргеннен кейін ел үшін қызмет жасап, сол бір жақсы дүниелерді көрсету үшін жаңағы жүгіріп жүргеннен кейін неге біз бір-біріміздің аяғымыздан шаламыз? Жақсы нәрсені айтайық, көрсетейік. Жақсы нәрсені көрсете алмайтындай деңгейің бармай жатыр, білімің жетпей жатыр, онда қоя қой. Ол қоя қоюдың өзі, үндемей қалудың өзі талант қой. Әрине. Аузың жауып қалудың өзі, жаңағы сөз бар ғой. Адам аузын ашқанша әдемі дейді. Қараңыз. Қазіргі таңда сол әдемі кеп тұрған сияқты. Болмаса, адамның аузын ашқанша қандай екенін біле алмайсың. Аузын ашқаннан кейін барып білесің. Иә. Адамның құндылығы кетіп бара жатыр ма деп те ойлаймын кейде. Сондықтан біз енді ең сатылы, ең білімді етіп Аллах Тағала адамды жаратты ғой. Әрине. Одан кейін кетті төмен қарай. Біз айуан емеспіз, хайуан емеспіз, басқа емеспіз. Біз адамбыз. Сондықтан қандай жағдайда болғанда да құрмет керек деп ойлаймын. Әрине. Ал енді адам енді жақсы болсаң да өзіңмен, жаман болсаң да өзіңмен, қалған енді өзіңе байланысты ғой. Тамаша. Әрине келісеміз. Мүмкін мынау жаһанданудың зардабы дегеніміз дұрыс шығар. Жанталасып жүріп, шақыттай жан дүниеміздің сұлулығынан айырылып барамыз. Бір-бірімізді айтақтап салып етіп қызығына қарап отырамыз. Шын тілекші сияқты көрінеміз де, өмірде пиғылымыз басқа болып көрінеді. Анау айтады ғой, жақсылық жасап жатқандай көрінбеңдер, жақсылық жасаңдар да көрінбеңдер деп. Сол сияқты әріптестерге жанашырлық танытып, кейде бір-бірлеріңіздің сөздеріңізді сөйлеп, мүмкін солай кішкене демеу білдіріп жүрген дұрыс шығар, иә? Сүрінген кезде жұдырықтағаннан гөрі. Қазір біздің мемлекетте осы біздің бір нәрсе болса, бір нәрсе болып жатса, әншілер не істеп отыр? Иә, сол. Неге ол бүйтіп жазбайды? Неге ол солай деп жазбайды? Енді мен Қазақстан азаматы ретінде бір нәрсе айтуға құқылымын. Бірақ кейде айтуға болатын жағдай болады, кейде айтуға болмайтын жағдай болады. Әркім өзінің санасында. Сондықтан адамның өзі жаңағы іші қандай, пейілі қандай, жаман болса, адам өзі сол жаман пейілмен өзінде шаяды, басқаға да сол былапыт сөзді айтады. Сондықтан сондай бізге былапыт сөздер айтатын, жазатын адамдар қоғамда болмауы керек деп те айта алмайсың. Оларсыз да, олар болмаса шыны керек, қайсы жаман сөз айтып жатыр, қайсы жақсы сөз айтып жатыр деп те білмей қаласың. Олардың да болған жақсы, бірақ десе де олар да өз-өзін ноқтамен ұстау керек шығар деп ойлаймын. Себебі бұл ең жаманы мына халықтың арасына бүлік салу ғой. Сондай жаман сөздермен айтақтап, жаңағыдай бір нәрселерді айтып, халықты айдап салу деген нәрсе. Ойымды жинақтап, 2-3 күн жинақтап, ертең оқыған оқырман дұрыс түсінсін деп 2-3 күн ойланып толғанып бара жазатын кездерім болады. Сөйтіп жазып қойған дүниеңді де тас талқан етіп, быт-шытын шығарып, мысалы, мен енді қандай жағдайлар екенін атын атамаймын, түрін түстемеймін, мен сондай жағдайға көштім қазір. Себебі бір нәрсе деуге, біреудің атын атауға адами фактор ретінде мен қақым жоқ, құқығым жоқ. Сондықтан мен мынау сөйлеген екен,
мынау бүйдеген екен деп мен айта алмаймын. Мен өз басым өзім қалай ойлаймын солай жауап беремін. Жалпылама түрде жауап беріп жатырмын. Сондықтан қазір енді қасқырдың аузы емес, әншінің аузы жесе де қан, жемесе де қан бұл. Сондықтан бұл күнге де шүкіршілік ету керек деп ойлаймын. Айтады ғой, шүкіршілік етсең қуанам. Бере түсем. Бұл өміріңе жаңағы риза болсаң, мен саған соны екі есе қылып беремін. Мынау не деген өміріңе риза болмай, бағаламай жатсаң, оны екі есе төмен қылып беремін. Сондықтан сол осы атқан таңды көргеніңе, батқан күнді көргеніңе, осы күннің жаңағы түсі уақытта тура төбеде келіп сені бір әдемі жылытқанына шүкіршілік ету керек қой. Қазақты жамандама. Қазақ бала деген. Сондықтан қазақ деген халық қой аз қана дей ма? Сондықтан біз аз ғана халықпыз. Бірақ біздің рухымыз өр. Сондықтан бірімізді мақтап, даттамай қолдап жүру керек деп ойлаймын енді. Ең бастысы көрермен әншіден ән күтсін, жаңа жұмыс күтсін. Нұрболаттан не күтейік жақын арада? Тұсаукесер бар ма? Тұсаукесер бар, Құдай қаласа. Осы менің өзімнің каналымда, YouTube каналымда әзірге. Өзім канал ашатын шығармын деп отырмын. Бұйырсын. YouTube каналымда жаңа ән дүниеге келеді. Ол әнге ән де салынады, бейнебаян да салынады. Жүктеуге де қоямыз. Енді тұсаукесердің барлығы осы каналдан бастап, осы каналда басталып кесіліп жатыр. 2020 жылдан бастап біз осылай жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ серіктестіктер бар, жалпы арналар бар, сайттар бар. Ол серіктес арна сайттарға көп рахмет. Біз қарым-қатынасты мүлде үзген жоқпыз. Болды, өзім толдым, ойбай кеттік деген емес. Бірақ бізде өзіміздің атымыздан елге де бір қызық дүниелер ұсынып көрейік. Оның да бір қызығы мен шыжығын көрейік деп жасап жатқан дүниеміз. Аллаға шүкір, каналымыздың аяққа алысы шүкір әдемі. Ол да халықтың арқасында, тыңдарманның, көрерменнің арқасында. Әннің аты «Сенің құрбың» деп аталады. Бейнебаян да бұйырса жарық көреді осы айда, Құдай қаласа. Қалай болады деп сұрамай-ақ қой, одан да көрейік бірге.